Жігіттер, ассалаумалейкум. Алейкум. Ага, барсыз ба, жақсыз ба? Шүгір, рахмат. Эми шепти ора кылбайлы дедик биз. Бияк ака бул жерде чабан. Аты жөнүңүздү кыскача айтып кетсеңиз? Аты жөнүм Зайнидин. Зайнидин ака. Бияка Тажикстандан көчүп келген өзүбүздүн кыргыздардан. Тынч болуң, бар болуң ака. Кече улакка биз жетелеп бардык ака. Ошол жерде улак болуп жүрдү. Зайнидин ака, букаларды багып атабыз. Букаларды багып жатабыз. Канча баш бука багып атасыз эми бу жерде? Бул жерде азырынча 30 баш бар. 30 баш бука бар, э? Бул канчанчы партия бул? Канча жылдан бери? Булардын келгениге 6 ай болду. 6 ай болду, да? Өзү канча жылдан бери биякта иштеп атасыз? Мен келгениме 8 ай болду. 8 ай болду, да? Бул биринчи партия бу? Бул биринчи партия. Сиз келгенден бери биринчи жолу болуп келсеңиз, да? Биринчи бул. Эми ушинтип басып. Ошол. Бу баягы телевиденияга сүйлөгөндө сүрдөбөй кеңири сүйлөй бересизби? Кошуңуз менен сүйлөшкөндө сүйлөшө бериңби менен? Сүрдөбөй. Бул букаларды канчалыгында келдире булар? Булар келгенде 6 ай, кергилери неме 4 ай ошондой. Майра торпоктор келген экен да? Кичинеди. Келгендерде кичине. Мына биякта моундай торпоктор келген экен да, примерно? Келген балда ондай торпоктор бар. Мына ушундай торпоктор келген экен. Азыр 6 айдан бери, жарым жылдан бери байланып турат экен да булар? Жарым жылдан бери чалык болуп калды. Бул жайлоого чыгып келдиби же алып келип байлангансыңар торпоктор? Жок, алып келип базардан алып келип байлаганбыз. Бул кандай рациондор кандай болот эми бу жерде? Энди кичине чоңойгонсуп калды. Жок, башында рациондорун мындай эмне берип атасыңар, канча мал берип атасыңар, кандай жем берип атасыңар ошону? Саат 6-да туруп неме жем берем. Кандай жем? Бир чака мен. Жүгөрү. Жүгөрү? Жүгөрүнүн адырасын беребиз, Бир чака эртең менен саат 6-да туруп. Онун саат 8:30-да турганда чөйүнү салам. Бир пресс. Онун абетте дагы бир неме беде салам. Онун кечки 5-те суу коём. Онун кайра саат 6-да жем берем. Ошондой туруп туруң эми. Но сарай толугу менен бүтүрө экен, мен сарайды тартпайла коеюн деп чечтим. Буюрса биякта жаңы ишкерлер экен. Кудай буюрса бу жерде сарай толугу менен бүтөт. Дагы бул сарай толуу букалар болот. Кудай буюрса. Бул эми ошо айткандарыңыз өлчөмүн айтып кетиңизчи, мына бир букага башында канча жем берип аттыңыз деп алдыңыздагы букага например? Келген малда жарым чака бергенмин. Жарым келгенде эле сразу же келгенде только чөп менен дагы багып аттыңарбы? Жок, келген малда эле жарым чака кебек берип жүргөн. Кебек эле берип жүрдүңөр, а? Кебек эле берип жүргөн. Кебек жемде эле эмес да, ооба. Булпак деп коет биякта кебек, ооба. Анан кийин кичинеден кийин анан жүгөрү берип баштадым. Аз-аздан жүгөрү берип баштадыңар, а? Анан ушу бир чакага жеткирбей берип жүрдүм. Азыр бир чака толук берип атам. Муну бирөөлө бир чака жок го бирилип жалгыз. Ошондо эртең менен кечинде 3 малда бир чака жейт да, бир күндө? Жок, эртең менен саат 6-да берем, анан кечки 6-да берем. 2 малда бир чаканы бөлүп бересиз, э? Жок. 2 мал 2 чака жейт да. Эртең менен, анан кечинде. Бир чакадан 2 чака жеп го? Ооба. Жакшы. Ошондо мына жигиттер. Ошондой болгон. 5-6 айлык торпоктор келген дагы, э? Азыр мына 1 жашар болуп калды да булар мына. 1 жашка жетип калды азыр. 1 жашка жетип калыптыр. Дагы артынан басып барткан аракет кылам. Ушинтип багып келип атабыз дең, э? Жакшы экен анда. Мен бир сыйра көрүп чыгайын. Мына байлаган жериңердин немесинин размерлерин билесизби? Канчага байладыңар, кандай кылдыңар? Размерлери где-то 70 сантиметр. 70 сантиметр, э, примерно? Ар бир буканын ортосу 70. Дагы дары-дармектерин кандай дарылар берип атасыз? Дары-дармек альбем берип атам. Альбем бердиңиз, тазалаганга, курт ичиндеги немелерин тазалаганга. Кечеги неме бердим, өрмөк бердим. Өрмөк бересиз. Ошол башка дары берилек менен. Ден соолугун чыңдаганга. Дагы билген опыттарды айтып кетпейсизби дагы? Кандай опыт? Дагы ушундай иш баштап аткандарга кандай? Сиз өзүңүз дагы Кудай буюрса ушундай сарайларды кылып, букаларды байлайын деген ойлор барбы? Бар энди чоңойт. Кудай кааласа? Кудай буюрса. Сарай нет бар энди. Эми
Шепті ора қылбайлы қойлы дедік біз. Өзінен интервью алғанда өте қызықты болмақ. Hem işkar adam bilesіңер, нары жүгір, бері жүгір. Шындай болады деймін. Құдай бұйырса, бұяқта өте чоң сарайлар көп екен. Қайсы айылында бұяқ? Бишкек, Чүй область. Қайсы айылында бұл жер? Новостройка дейді. Бұяқта қошын аяқтарда өте 300-ден, 400-ден бұқа байлағандар бар екен. То есть, андай жергелерге біз кириш үшін ол толтыра проблема да алшы. Аяға барсаң, чабан бар, малчы бар, ал айтады, аңға барсы керек, бұңға барсы керек, анан кейін анша бұқасы барлар тешмәдікке айтыш керек, шындай немесі көп. Ең ақырындағы ең чоңына чалып тұрасаң, анан алып қорқот кіргізген. Бұл кім келді, қаяқтан келді бұл, ұрдап кетебі, башқа қылып кетебі деп. Ошондай жігіттер, ошон үшін өзіміздің диқанский варианттағысын іздей береміз біз. Азырақ болса дағы, чакан болса дағы, емі 400-500 баш, 200 баш байлаған ал арзу болып тұрады. Ал 7-ші асмандағы арзу жігіттер. Ошоға оқшаған чакан фермаларды іздеп, тартқанға сіздерге көрсеткенге әрекет қылабыз. Артынан дағы бір сірә басып көрсетейін. Сарай, шу дайын қөлет сарай. Асты не? Бұқалар тұрған жер қандай? Стяжка, цемент. Стяжка, цемент, Бұл еме, көп айтады, бұқалар қандай болады, момды болады деп, емі тура егер, ошондай болса. Анан, бұл бұқалар 4 ай, 5 ай бағылатанан основном сойылып келеді. Анға ойлойым өтелі, неменің делейім, қаражаттан қиыншырақ болып тұрса, өтелі көп расход қылы өргеннен деле керегі жоқ деп ойлаймын. Мисал үшін, мен өте суық жерлерде жігіттер, мен өзім жалғаттамын бұл, аяқтан да суық болмайды. Башқа көлдің башқа бір жерлерінен, нарынның бір жерлерінен көріп аттым мен. Дуал, писковол екен, төлі профильден. Крышадағы профильденді дуал жасаған жігіттер, крыша үшіндері жабылған. Ол ошоның ішінде ұйғармағандарды көрдім мен. Ошондай суық жерлерде ше. То есть, уйды қармайым деп деген неме бар нар жаққа ше. Уйды қарма бағам деген қалу бар. Ағынға сарай салышым керегілі, айтышым керегілі, момышым керегілі деген проблемалар жоқ. Бағам деді бағанаттан мына. Анан бұяқта мал бұқа толтыра болса егер, сарайда толтыра болса, суық тере болмайды. Ошол өзінің буысы менілі ысып, жылы болып тұрады. Ертең мен келсең еттімелі баня болған болады дейді. Ошол мұны профильденлі болған шымна. Бұл дәлі ошандайлы мұна. Бұл жерде бар чүйді қазір. Бірақ аяқтан бірақ жылы бұрақ болсын. Мына кездейістер. Пайда зиянын шеп болғанда шептен сұрамақпыз. Шеп жоқ екен әмір. Өзім өлемдай башқалардан тұра білгенім айтып көрен. Бұл торпақ ап келіп, 6 айлық торпақтан ап келіп, баққандан қанша қалады білмеймін жігіттер. Біреу ұшы бір жылдық шындайларды алып келіп, ана 1,5 жашқа сейін, 1,5 жашта алып 2 жашқа сейін баққандардан көп интервью алған мен. Ұшыл бір бұқадан, егер ашыққа қылып алып қойсаңыз, тура емес алып қойсаңыз, 10 000 пайда қалады. Анда сіз бар жоқты сатып алғанда 10 000 пайда қалады. Қатасымен 10 000-ден, то есть 20 000-ге чейін пайда қаласыз. Жақшы тура алып, тура сатсаңыз, 20 000, 10 000-ден 20 000-ге чейін пайдасы бар, бар жоқ сатып алғаныңызда. Егер сіздің өзіңіз трактор техникаларыңыз болып, өзіңіз корымды өзіңізді шықса, жеріңізден, өзіңіз себеп, өзіңіз айда орып алсаңыз, анда, егер ашыққа қылып алсаңыз, шул бір бұқадан 20 000 сом бар, сізге, как минимум, 20 000-ден 30 000-ге чейін сізге құдай бұйырса, кеңірі қалады. Даже жем өзіңізден болып отқанда, даже 30 000-ден де көп қалады. Анышын қайында жемді минус бұл саламыз. Енді жем сатып алғандан көрі өзіңізден арзанырақ шығады. Техника бар жоғыңыз болса, жер кеңірі болса, особенно чүйді өте жер кеңірі бияқта көріп отағыз. 100 гектарлап директор адамдар бияқта толтыра. Анықтан жігіттер дағы қыдыра берелі. Олдан келі. Көп бұқаға жер кеңге қиым болады.
Жоқ деген сөз нормально. Жоқ тапса болбойт деген сөз мен үчүн нормально. Мен эч капа деле болбойм, башка деле болбойм. Макул айка кетиресиз деле башкасын ара берем. Ошондуктан анча видео кирбей калганда капа болбойсуңар жигиттер. Баягы орустар айтмакчы не всегда везет да. Андыктан жигиттер күтүп калгыла. Дагы аракет кылабыз. Кыргызстанды полный кыдырганга Таластан ушундай ишкерлер болсо связга чыгып койсоңор болот. 0550 35 37 37 буюрса Таласка дагы барайлы деген ойлор бар. Тааныш билиш жок, барганга кыйын болуп турат. Ушундай жигиттер. Шебим, анда сизге чоң рахмат. Иштерге ийгилик, Макул. Шептин иштерин жүрүшүң, аты ким эле шеп? Кудайдот, Кудайдот. Ошо ага принцип болсун, иштерине ийгилик жигиттер. Шептик мына карбагер букабагы менен алектенип аткан экен. Ушундай ишкер агаларыбыз көп болсун.